Жалпы бүгінгі тақырып организмнің реактивтілігі. Жалпы реактивтілік дегеніміз не? Латынша реактивтілік дегеніміз ол әреге қарсы аксион әрекет деген мағынаны білдіреді. Жалпы реактивтілік дегеніміз ол организмнің қоршаған орта ықпалдарына белгілі бір жолмен өзінің ответі немесе жауабы деп атайды, иә. Соны біз реактивтілік деп атаймыз, яғни сыртқы орта ықпалдарына организмнің өзінше бір жауабын біз реактивтілік деп атайды. Яғни ол бізде реактивтілік бөлінеді, иә, биологиялық және де патологиялық деп, иә. Биологиялық реактивтілік дегеніміз не, білесіздер ма? Биологиялық реактивтілікке де жатады. Ал жалпы Қоршаған биологиялық ортаға бізде осы несіне байланысты, формасына байланысты реактивтілік ол биологиялық және де патологиялық деп бөлінеді. Енді бізде биологиялықтың екінші аты ол физиологиялық деп атайды, иә. Физиологиялық реактивтілік дегеніміз не? Бізде құстардың көшуі, мысалы аюлардың қыста ұйықтауы, сондай процестердің барлығы бізде осы биологиялық реактивтілікке жатады, иә. Бізде енді реактивтіліктің жалпы осы несіне байланысты биологиялық жаңағы немесе физиологиялық деп атайды, немесе біріншілікті деп атайды. Ал екіншісі ол патологиялық түрлер, иә. Енді жалпы организмнің енді көріну түрлеріне байланысты ол нормергия или патергия деп атайды. Нормергия дегеніміз ол түсінікті, ал патергия дегеніміз ол патологиялық құбылыстар салдарынан болатын бізде реактивтілік деп атайды. Ал енді бізде гиперергия деген түр бар, иә. Гиперергия дегеніміз ол осы организмнің қоршаған орта ықпалдарына жауап қайтару қабілетінің шамадан тыс көтерілуі. Яғни бұл жерде ауру туындататын әсерлерге жалпы дене қызуының қатты көтерілуі, яғни температура, қабыну қарқындауы, мысалы пневмония кезінде, өкпелік қабыну кездерінде, яғни өкпелік ісінбенің, тосқауылдық ісінбенің артуымен, фагоцитоз және де антидене комплексінің жоғарылауымен, күшеюімен, жалпы жараның бітуінің тездеуімен болатын құбылысты бізде гиперергия деп атайды, иә. Енді осы гиперергия емес, гипергия деген түр бар, иә. Ол гипергия дегеніміз немесе гипоргия деп атайды, қоршаған орта ықпалдарына организм жауап қайтару қабілетін төмендеу. Яғни бұл белгілі бір ауру пайда бола бастаған кезде болады. Бұл ауру туындататын ықпалдардың қабынуы сылбыр өтеді. Яғни бұл жерде дене қызымы көтерілмейді, яғни ответный реакция болмайды организммен қоршаған ортаға. И бізде мысалы бізде болған жаралардың мысалы бітеуі баяулайды. Одан кейін бізде анергия деген бар. Ол қоршаған орта ықпалдарына организмнің жауап вообще қайтармауы. Яғни бізде шала туған нәрестелерде, қарттарда, терең комада жатқан, сілейме, наркоз кездерінде бізде ответный реакция болмайды, реактивтілік болмайды. Яғни және де бізде осы 6 айға дейін балада, жаңа туған сәбилерде анасының иммунитеті, антигендері, антиденелері болады. И соның салдарынан оның сыртқы ортаға жауап қайтаруы бәсең болады. Яғни және де бұл жерде кейбір адамдардың бактерияны тасымалдаушылығы болып табылады. И сосын дизергия деген түр бар. Дизергия дегеніміз қоршаған орта ықпалдарына организм бұрмаланған түрде жауап қайтаруы. Яғни ол жаңағыдай аллергия, тербелістік ауру, климакс кездерінде болады. Жалпы бізде осы реактивтілікті негізі түрлерге бөледі ғой. Бірінші топтық реактивтілік деп атайды. Бірінші тектік, одан кейін топтық, одан кейін жеке, одан кейін спецификалық немесе бейспецификалық деп атайды. Оның өзіне физиологиялық және патологиялық болып бөлінеді. Енді немесе реактивтіліктің өзінде тектік түрінде біз жаңа айттық, физиологиялық және патологиялық деп атайды. Физиологиялық түрінде біз ол жаңа жануарлардың жалпы құстардың немесе балықтардың көшуі, соларды айтады. Ал бізде патологиялық түрінде ол жаңа айтып кеттік, осы дизергия және де анергия, гиперергия болады. И бізде осы топтық реактивтілік деген бар, иә. Топтық реактивтілік бізде төрт түрлі нәрсеге байланысты болады. Яғни ол адам жынысы, одан кейін жасы,
и сосын конституция, сосын группа крови, яғни қанына байланысты, иә, қанына байланысты, оны алдағы неде айтамыз. Жалпы осы реактивтілікке байланысты тағы да бір ұғым бар, ол резистенттілік дегеніміз. Ол резистенттілік дегеніміз жалпы дерт туындататын ықпалдарға организмнің тұрақтылығы, иә, яғни белгілі бір дертке, белгілі бір ауруға организмнің төзімділігі, яғни соны біз резистенттілік деп атаймыз. Жалпы төзімділіктің неде қарап тұрғанымыздай спецификалық және бейспецификалық деген түрлері бар, иә. Оның өзі туа біткен және спецификалықтың өзі туа біткен және де жүре пайда болған төзімділік болып бөлінеді. Ал бейспецификалық бұл тоже туа біткен төзімділік және жүре пайда болған төзімділік болып табылады. Енді осы бізде туа біткен төзімділік ол түсінікті, яғни адам организмде белгілі бір ауруларға иммунитеттің болуы. Ал жүре пайда болған төзімділік ол белсенді немесе енжар болып бөлінеді. Ол белсенді дегеніміз ол табиғи иммунитет немесе жасанды иммунитет болып табылады. Ал бейспецификалық түрі кезінде ол туа біткен төзімділік, мысалы оның өзі белсенді енжар болып бөлінеді, иә. Белсендінің өзі, яғни адам организмде компенсаторлы механизмдердің болуы, яғни солардың қатысымен жүреді да, туа біткен төзімділік. Ал енжар ол биологиялық тосқауылдар, қорғаныстық рефлекстердің салдарынан болады, яғни адам организмде. Ал жүре пайда болған түрі ол мысалы адам организм гипоксияға төзімділігі, яғни гипоксия төзімділігі, гипоксия бейімдеу, бейдәстүрлік емдеу тәсілдері дене шынықтыру болып табылады. Яғни дене шынықтырған кезде немесе жүгірген кезде, кардио салған кезде жалпы адам организмде төзімділік, белгілі ауруларға деген төзімділік артады, иә. Жалпы бағана айтып кеткендей реактивтіліктің түрлері түрлік, топтық, даралық. Сосын ол даралықтың өзі, даралық дегеніміз енді индивидуальный, яғни жеке адамға байланысты. Оның өзі спецификалық және бейспецификалық болып бөлінеді. Ал спецификалықтың өзі физиологиялық және дерттік болып бөлінеді. Ал дерттік және патологиялық дегеніміз ол аллергиялық және де иммундық болып бөлінеді. Ал енді бейспецификалық түрі ол физиологиялық және дерттік болып бөлінеді. Жалпы түрлік реактивтілік ол жануарлар әлемінің жекелеген түрлері реактивтілік, яғни бағана айтып кеткендей, ол жаңағыдай құстардың жалпы өзінің бір ауруымен ауруы, бірақ сол құстардың ауруы мысалы адамда болмауы, сосын мысалы адамның ірі қара мал мен иттердің обасымен ауырмауы, мысалы жануарлардың немесе тауықтардың ботулизммен ауырмауы деген сияқты жайттарды айтады түрлік реактивтілік кезінде. Ал топтық реактивтілік дегеніміз ол жаңағыдай адамдардың тұрған мекен-жайына, қан топтарына, дене бітіміне, тін үйлесімділік антигендеріне, жынысына және жас мөлшеріне қарай бөлінген топтарды айтады, иә. Соларға жауап қайтаруын айтады. Ал даралық реактивтілік дегеніміз ол әрбір жеке индивид адамның жауап реактивтілігі, яғни жеке адамның жауап беру қабілеті болып табылады. Жалпы енді дерттік реактивтілік, патология реактивтілік ол дерт туындататын ықпалдарға организм ауытқыған немесе өзгерген түрде жауап қайтару қабілеті, иә. Бұл патологиялық түрі. Оның несі байқалады, қандай кездерде байқалады? Мысалы адам ұзақ ашыққан кезде, ұзақ гиподинамия кезінде, мысалы белгілі бір отырған жерде көп қозғалмай отыру, қоршаған ортаға химиялық улы немесе механикалық зақымдалу, радиобелсенді заттармен ластанулар, мысалы аллергиялық, мысалы белгілі бір шаңға немесе белгілі бір заттарға аллергияның пайда болуын осы дерттік реактивтілік кезінде пайда болады. Ал даралық реактивтілік дегеніміз адамның тектік және дене бітімдік ерекшеліктеріне сай болады. Сосын жүйкелік, эндокриндік, иммундық жүйелердің жағдайында болады. Сосын ол өмір сүру ортасының жағдайларына байланысты. Мысалы, әр елдің, мысалы осы Африка, осы оңтүстік Азия елдерінде бізде в основном не болады, жүрек ауруымен көп ауырады, яғни олардың жеген тамақтарына байланысты, сол ауруларда бөлінеді. Енді өмір сүретін ортасының жағдайларына байланысты, жас мөлшеріне және жынысына, тағы басқа жағдайларына байланысты. Жалпы осы жынысына байланысты бізде көптеген аурулар бар, иә. Мысалы, подагра деген ауру бар. Осы подагра деген ауру кезінде бізде 95% еркектер ауырады екен, да, ал 5% әйелдер ауырады. В основном енді сіздерге керегі нені білу керек, осы гипоксия, яғни гипоксия, қан жоғалту. Біз мысалы қан беру орталықтарында жүрген кезде, егер қан адамнан кететін мысалы ерлерден көп қан кететін болса, олар шыдамсыз келеді, яғни гипоксияға және қан кетуге ерлер шыдамсыз келеді. Ал әйелдер оған төзімді келеді, яғни
ал ашығу процесіне тоже әйелдер төзімді келеді да, ер адамдар төзімсіз келеді. Сосын уларға, не бір түрлі токсиндерге әйел адамдар шыдамды келеді. Ал ер адамдардың организмі, олар в основном неге төзімді келеді? Олардың организмі физикалық нагрузкалар жасаған кезде, яғни жұмыс жасаған кезде, ауыр заттар істеген кезде, стройка, басқа нәрселермен айналысқан кезде ер адамдардың несі реактивтілігі жоғары болып келеді. Сосын бізде тектік ерекшеліктердің маңызы. Ауру дамуына бейімділігі бар адамдарға тегімен берілетін бейімділік гендері бар. Тектік ерекшелік қолайсыз қиыстырылған адамдар жатады дейді. Жалпы бізде дерт туындататын бізде факторлар бар ғой, ол дәрі-дәрмектер, улы заттар, жұқпалар деген сияқты. Соларға байланысты адамда бізде төзімді және сезімтал адамдар ажыратады. Жалпы сезімтал дегеніміз, яғни сол белгілі факторларға, яғни бір адамның аллергиясы болуы мүмкін, белгілі дәрілерге бір адамның аллергиясы болуы мүмкін, ол адамды сезімтал деп атайды. Жалпы бізде осы химиялық және дәрілік заттар организмнен ацетилтрансфераза ферментінің қатысуымен ацетиленіп шығарылады, иә. Жалпы осы реакцияның ацетилдену реакциясына байланысты, жалпы ацетилденіп шығуына байланысты, оны жылдам, баяу, аралық ацетилдейтін адамдар деп үш фенотипке бөледі, иә. Енді жалпы осы жылдам фенотип қалыпты аллелі бойынша гомозиготтылар, баяу фенотипке ауытқан аллель бойынша гомозиготтылар, ал аралық фенотипке ол гетерозиготтылар жатады. Енді бізде осы жеке даралық түрде бізде реактивтілік, балалардың реактивтілігі бар, және де қарт адамдардың реактивтілігі бар, иә. Жалпы енді осы балалардың реактивтілігін айтайық. Бізде осы балалардың реактивтілігі мектеп кезіне дейін, ересек болғанға дейін олардың реактивтілігі төмен болады. Балалар қанша жас мөлшері кішкентай болғанымен, сонша олардың реактивтілігі төмен болады. Бірақ бағана айта кеткендей, осы жаңа туылған балаларда алғашқы бір ай бойы ешқандай аурумен, вируспен ауырмайды. Неге? Өйткені олар анасынан антиденелерді алады да, и соның салдарынан ол жаңа туған бала бір ай бойы ауырмайды. Ал одан кейін барып өзінің антиденесі, өзінің иммунды системасы қалыптаса бастағаннан кейін оның реактивтілігі жайлап төмендейді. Бірақ ол өсе келе, яғни мектеп кезінен жоғары ересек бола бастағанда уже ол реактивтілік өзінің пигіне, яғни жоғары жағына жетеді. Енді осы балалардың реактивтілігі қарт адамдардың реактивтілігінен қандай ерекшеліктермен көрінеді? Олар в основном бұларда енді жүйкелік, жалпы эндокриндік, яғни сосын иммунды система дұрыс дамымайды, и соның салдарынан бұларда әлсіз болады да. И сосын бұларда балалар ересек адамдарға қарағанда гипоксияға төзімді келеді деді. Сосын енді біз қарт адамдарды айтайық, қарт адамдардың реактивтілігі қандай? Ол қарт адамдардың реактивтілігі ол бізде аурулардың көптігімен байланысты, яғни оларда мульти аурулар болуы мүмкін, яғни бірнеше аурулардың жиналғаннан болады. И сосын бізде иммунды жүйеге қатысатын тимустың кішіреюін, атрофиялануына, сему салдарынан оларда иммунитеттің төмендеуі болады. Сосын олардың тосқауылдық жүйелері, яғни әр жүйеде білеміз, мида мысалы гематоэнцефалды барьер бар, солардың барьерлердің төмендеуі салдарынан бізде осы үлкен адамдарда реактивтілік төмен болады. Енді бізде осы дене бітімінің шектеулеріне байланысты осы СИГО бойынша бізге төртке бөлінеді: тыныстық, асқорытулық, бұлшықеттік, миылық болып бөлінеді. Ал Крешмер бойынша ол астеникалық немесе эпилепсиялық, пикниктік болып бөлінеді, яғни астеник, нормастеник, гиперстеник. Жалпы осы астеник кезінде, яғни астеник адамдардың кезінде, мысалы суретте көрініп тұр ғой, бұл жерде артериялық гипотензияға көп адамдар артериялық гипотензиямен көп ауырады екен. Яғни артериялық гипотензия дегеніміз ол не ол? Кім біледі? Білесіздер ма? Артериялық гипотензия дегеніміз не?
осы астеник адамдар артериалдық гипотензиямен көп ауырады. қан қысымы төмендеуі. Иә, артериалдық гипотензия дегеніміз гипертензия болса ол артериалдық қысымның жоғарылауы, ал гипотензия болатын болса ол артериалдық қысымның төмендеуі салдарынан болады. И бұл жерде осы астеник адамдарда көбінесе гастрит болуы мүмкін. И сосын бұл жерде яғни гиподинамия жаңағы гипотензия болғаннан кейін, яғни гиповолемия болады. Гиповолемия болғаннан кейін бізде анемия дамиды. И бұлар көбінесе туберкулезбен ауырады екен. Ал нормастеник деген бар, иә, ол қалыпты адамдардың несі, олар көбінесе невралгия нервтік жүйелердің ауруымен болады, және де олардың тыныстық аппарат, яғни өкпе және де мысалы бронхтардың зақымдалуы көп болады екен. Ал гиперстениктерде оларда в основном, яғни бұлар денесі дәу үлкен адамдар ғой, гиперстеник, яғни бұларда көбінесе тромбоз, мысалы инсульт, яғни бұлардың денесі үлкенірек болғандықтан бұларда сахарный диабет, яғни шекер қан тамырларында мысалы глюкозаның дұрыс айналмау салдарынан болады. Сосын бұларда в основном не болады? Семіру болады. Сол мысалдар. Яғни мен жерде СИГО бойынша біз дене бітімінің жіктелулерін 4 топқа бөлдік дедік қой: тыныстық, асқорытулық, бұлшықеттік және мийлық деп. Яғни тыныстық кезінде ол өзі аты айтып тұрғандай, яғни тыныстық кезінде ол осы бронхиальды астма, эмфизема аурулар кезінде қолданылады екен. Яғни сол ауруларға склонность, яғни сол аурумен ауыра алатын, яғни көп ауыратын адамдарды айтады. Ал бізде асқорытулық деген ол түсінікті, яғни осы асқазанда, мысалы асқазан дұрыс қорытпауынан, ожирение, мысалы тамақ дұрыс қорытпауынан, сосын мысалы өттердің дұрыс бөлінбеуі салдарынан болады, бауырлардың аурулар салдарынан осы асқорытулық түрі болады. И одан кейін бізде бұлшықеттік түрі бар, яғни ол жерде сүйектің қызыл кемігінің және де жалпы осы жүрек қан тамырлар жүйесінің бұлшықет қабаты зақымдалу салдарынан болады. Сосын мийлық түрі бар, яғни ол мийлық түрі ол түсінікті шығар, яғни адам жүйке жүйесіне, яғни жұлында, мида зақымдауларға, яғни сондай аурулармен көп ауыратын адамдарды айтады. Жалпы астеник айттық, міне кеудесінің көлденең ұзындығы басым, денесі арық, аяқ қолдары ұзын, қарын үстілік бұрыш сүйір, жүрегі тік, тамшы тәрізді болып келеді екен. Орналасқан құрсақ көлемі кішкене болып табылады. Гиперстеник ол жаңа айтып кеткендей ол толықтау болады. Кеудесінің ұзындығына көлденеңі басым, денесі толық, аяқ қолдары мен мойны қысқа, қарын үстілік бұрыш доғал, жүрегі көкетке көлденең орналасқан, құрсағы кең және үлкен. Жалпы артериялық қысым астениктерде айттым жаңағыдай гипотензия болады дедім, артериялық гипотензия болады. Ал гиперстениктерде керісінше болады, яғни оларда қысым жоғарылап кетеді, яғни давление жоғарылап кете береді, толық адамдарда байқайсыздар. Сосын гемоглобин мен эритроциттердің мөлшері төмендейтін астениктерде, яғни анемия болады деп айттым. Ал гиперстениктерде керісінше гемоглобин мөлшері жоғарылап кетеді, яғни эритроцитоз болады. Ал енді өкпенің тіршілік сыйымдылығы ол астениктерде жоғары болады, ал гиперстениктерде керісінше төмен болады. Асқазанның сөлденуі мен қимылдық әрекеттері ол астениктерде жаңағыдай төмендейді. Неге? Өйткені асқазан жараларымен ауруы мүмкін деп айттық, жаңағы гастритпен ауруы мүмкін астениктер. Сондықтан олардың асқазанның сөлденуі, қимылдық әрекеттері төмен болады. Ал гиперстениктерде керісінше оларды жоғары болады. Ал енді зат алмасулар, яғни метаболизм процестерге келетін болсақ, астениктерде ол түсінікті метаболизм жоғары болады. Себебі ол жеген тамақтарды, мысалы тез таратып, энергияны тез құртқан салдарынан адам астеник, яғни сол арып, азып кетеді. Ал гиперстениктерде керісінше қанда қант пен холестерин төмендейді астениктерде, ал гиперстениктерде жоғарылайды керісінше. Яғни айттым, бағана сахарный диабет болуы мүмкін. Сосын гипофиз қызметі осы астениктерде төмен болады, ал гиперстениктерде жоғары болады. Бүйрек безінің қызметтері, гипофиз безінің қызметтері екеуі де төмен болады, ал гиперстениктерде жоғары болады. И жыныс безінің қызметі осы астениктерде жоғары болады, ал гиперстениктерде оның төмен болады.
міне мысалы ассентерде қандай аурулардың дамуы: артериалдық гипотензия, гипогликемия, гепатиттік гастрит, асқазанның ойғыры ауруы, сүлде, колит, анемия, туберкулез, осындай аурулармен ауырады. Ал гиперсенктер жаңа айтып кеткенде ол артериалдық гипертензия, давление жоғары болады, қантты диабет, семіздік, атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруы, яғни жүректің коронарлық артерияларының дұрыс болмауы салдарынан болады, и қан тамырларының тромбозы, и өт тас ауруы. Бізде осы жоғары жүйке әрекеттерінің өзгерісінен ішкі ағзалар мен мүшелердің реттелуі өзгереді, яғни дистрофия дамиды. Дистрофия дегеніміз ол жасушалардың бұзылысы, яғни қайтымсыз бұзылыстарын дистрофия деп атайды. Осындай ауруларды бізде психосоматикалық аурулар деп атайды, яғни жүйке жүйесіне қатысты аурулар айтады бізде. Бізде осы Павлов бойынша бізде ауруларды негізі 4 топқа бөлінетін, мына жерде 2 топқа деп, адамдар негізі күшті және әлсіз болып бөлінеді. Сол күштінің өзі ұстамды, ұстамсыз, ұстамдың өзі жігерлі, салмақты болып бөлінеді. Бұл осыларды бір көзбен көріп алсаңыздар, ертең жазуға оңай болады. Павлов бойынша, сосын Сигол бойынша барлығын, Крешмер бойынша барлығын жазасыздар. Сосын бізде холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик дегендер бар, оларды білетін шығарсыздар. Сосын бізде соларды жазасыздар. Сосын жалпы организм реактивтілігінде эндокрин жүйенің маңызы. Эндокрин жүйені айтпай тұрып, бізде қан топтары бар, қан топтарын айта кетсек болады. Бірінші қан тобы, екінші қан, жалпы бізде 4 қан тобы бар, 4 қан тобы. Бірінші қан тобында адамдардың, жалпы осылардың барлығын жаңағы неге байланысты, жаңағы даралыққа байланысты жазасыздар. Осы нормостеник, гиперстеник, тыныс алулық, мийлық деген түрлерін барлығын жазасыздар. Енді осы бірінші осы қан тобына байланысты бірінші топқа жататын адамдарда олар негізі күшті болып келеді, и олар ұзақ өмір сүретін адамдар болып келеді. Шизофрениямен ауырмайды бірінші топтағы адамдар, и сосын атеросклероз болмайды бұл адамдарда. И бұларда бірінші қан тобымен ауыратын адамдарда басының 12 елшек пен қалқанша безінің ауруы көп болады. Екінші топтағы адамдар бізде олар бірінші топқа қарағанда иммунитеті слабый келеді да, и жаңағыдай немен аллергиямен, жалпы осы тұмау, басқа да аурулармен тез ауырады. И бұларда, мысалы, аналарда айттық қой, бірінші қан тобы бар адамдарда оларда асқазан ішек жолдарында гастрит, ойық аурулары болатын болса, бұларда сахарный диабетке байланысты, және де жүректік аурулар, жүрек қан тамырларының аурулары, және де стресске бейім келеді. Ал үшінші қан тобы, олар басының энергиясы төмен болып келеді, и бұлар тромбозға, инсультке, және де осы диабеттер болып келеді. Басының сол диабет ауруларына склонность жоғары болып табылады. Уже төртінші топ, оларда жаңағыдай, мысалы, екінші қан тобында және үшінші қан тобында оларда айттық қой, инсульт және тромбоз, және жүрек қан тамырлар жүйесіне қатысы бар аурулармен ауыратын болса, бұл топ керісінше, бұлар басының инфекциялық аурулармен ауырады. Яғни бұларда тері аурулары жоғары болады. Төртінші қан тобында көбінесе тері ауруларымен ауыратын адамдар жоғары болады. И сосын жүрек қан тамырлар жүйесінде аурулар аз болады. Енді организм реактивтілігіне эндокринді жүйенің несін айтайық. Жалпы эндокринде гипоталамус, гипофиз, бүйрек үсті бездер қабаты жүйесі қоршаған ортаға ықпалдарын организм бейімділігінде маңызды орын алады. Яғни осы гипоталамус, гипофиз, бүйрек үсті бездерін гормон дұрыс бөлінбеу салдарынан бізде қант диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз деген эндокринді аурулар пайда болады. Яғни АДГ, АКТГ, яғни гипоталамус, гипофиз безінен бөлінетін. И соның салдарынан бізде
глюкокортикоид да жоғарылап кетеді. Сосын АКТГ жоғарылап кетеді. АКТГ жоғарылағаннан кейін АДГ гормоны, яғни антидиуретик гормон жоғарылайды. Соның салдарынан организмде натрий көп сорылады, и соның салдарынан бізде не болады, организмде гипергидратация болады да, и организмде суланып ісіну пайда болады, иә. Соның барлығы эндокринді жүйелердің бұзылысынан болады. Жалпы организмде иммундық жүйенің маңыздылығы. Иммунды жүйенің біріншілік немесе салдарлық тапшылықтарына бактериялық вирустық жұқпаларға организм төзімділігі төмендейді және қатерлі өспелер өсуі жиілейді дейді. Бізде осы иммунды жүйе бүкіл ауруларға жауап береді ғой. Осы иммунды жүйенің төмендеу салдарынан көптеген аурулар пайда болады. Жалпы қоршаған орта ықпалдарына, яғни ол жаңа айттық, демалатын ауаның, ішетін тамақтың, ауыз судың, химиялық улы заттардың, ауыр металдармен ластанулар, яғни заводтарда істейтін адамдар, соның барлығы осы қоршаған орта ықпалдары ретінде адам организміне әсер етеді. Жалпы иондағы сәулелер және радиобелсенді заттар, ол алдын неде айттық қой, иондағы сәулелердің әсер ретінде олар тікелей сүйек кемігіне әсер етеді да. Сүйек кемігіне әсер еткеннен ол жердегі осы қан жасушаларының түзілуін бұзады да, сөйтіп организмнің реактивтілігін бұзады. Жалпы организмде реактивтіліктің қоректенудің маңызы бізде осы тамақта нәруыздардың тапшылығынан, сосын темірдің тапшылығынан, бізде темір тапшылық анемия болады. И мысалы дұрыс тамақтан болу салдарынан бізде осы иммунитет әлсірейді да, и адамның реактивтілігі, сыртқы ортаға деген реактивтілігі төмендейді. Жалпы осы бізде әлі алда ненің өтесіздер, осы микроэлементтер бар. Микроэлементтер какой-то